Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Сіздермен бірге Құлажанов атындағы Қазақ технология және бизнес университеті акционерлік қоғамы, технологиялық факультеті, жеңіл өнеркәсіп технологиясы және дизайн кафедрасы. Қолданбалы антропология негіздері пәні бойынша дәріс. Нөмірі 14 дәріс осанка, дененің дұрыс тұрысы, тұрғандағы дене қалпы. Дәрістің мақсаты осанкаға анықтама беру және оның морфологиялық негіздерін ашу, антропологияда және тігін өнеркәсібінде қолданылатын осанка типтерінің негізгі классификацияларын қарастыру, арқа пішінін анықтау және өлшем алу үшін антропометриялық нүктелердің маңызын көрсету. Осанка дегеніміз не? Яғни қалып. Қалып бұл адамның тұрған кезде жекелеген бұлшықет топтарын кернеусіз ұстайтын оған тән дене қалпы. Қарапайым тілмен айтқанда, осанка адамның денесін қалай ұстайтыны. Осанка мына нәрселерге байланысты қалыптасады: омыртқа бағанының табиғи иілімдері, бұлшықеттердің күшіне және тепе-теңдігіне, қозғалыс әдеттеріне, өмір салтына, дұрыс отыру, тұру, жүру дағдыларына. Дұрыс осанка қандай болады? Дұрыс осанка тік, аяқтар бір деңгейде, арқа түзу, табиғи лордоз бен кифоз сақталған, жамбас алға артқа қарай шамадан тыс ауыспаған күйде болады. Дене салмағы екі аяққа бірдей түседі. Осанка үшін не маңызды? Дене сымбатын жақсартады, тыныс алу мен қан айналымын жеңілдетеді. Осанканы адамның антропометриялық нүктелері мен қаңқа осьтерінің белгілі бір орналасуы сипаттайды. Осы нүктелердің нақты орналасуын олардың проекциялық және кейбір доғалық өлшемдерінің абсолюттік мәндері арқылы анықтауға болады. Мысалы, ПК, ГТ1, ГТ11, ДТС, ДТП және тағы да басқалары. Құрметті білім алушылар, келесі оң жақтағы суретке назар аударсаңыздар, бұл бізде жаңағы омыртқа сүйегі. Жалпы қалыптың, яғни осанка осы омыртқа сүйегінің орналасуына қарай қалыптасады. Омыртқаның жоғары бөлігінде мойын омыртқалары, одан кейін кеуде омыртқалары, одан төмен қарай бел омыртқалары, сосын сегіз көз және де құйымшақ көрсетілген. Қазіргі уақытта осанканы сипаттаудың бірнеше түрі бар. Бунак, Валянский, Котляр, Бахмат сынды ғалымдардың зерттемелері бойынша бірнеше түрлерге бөлген. Ең кең қолданылатын және де толық классификация ол Валенскийдікі. Ол жасөспірімдерге арналғанымен ересектерге де жарайды. Негізі жеті мойын омыртқасынан түсірілген, вертикальға қатысты кеуде және бел нүктелерінің алғы артқа шығуы. Осы көрсеткіштерге сүйеніп, омыртқаның үш кешені және олардың әр қайсының үш нұсқасы бөлінеді. Барлығы 9 осанка түрі бар. Оң жақтағы суретке назар аударсаңыздар, Валянскийдің осы осанка типтері көрсетілген. Яғни 9 түрі фото күйінде көрсетілген. К1, К2, К3, және де R1, R2, R3, және де L1, L2, L3. Бұл жоғары суретте, ал төменгі суретте жалпы қысқаша суреті көрсетілген. Яғни бірінші суретке қарасаңыздар, ол екіш тип, яғни мойын омыртқасы алға қарай жылжып кеткен, ал бел омыртқасы мен жаңағы құйымшақ омыртқалары артқа қарай қысқан. Яғни дене қалпы алға қарай бүкірейіп тұрған дене қалпы. Екіншісі бізде ол қалыпты дене жаңағы осанкасы, ал үшінші жаңа артқа қарай иілген дене осанкасы. Бірінші кешен кифоздық, яғни К деп белгіленген кифоздық. Онда жеке жаңағы кеуде омыртқасы бел омыртқасына қарағанда көбірек иілген. Жетінші мойын омыртқасынан түскен вертикаль бел нүктесінің алдынан өтеді. Кеуде иілімінің дәрежесіне қарай үш түрі бар.
К1, К2 және К3 деген. Бұл тип тігін өндірісіндегі еңкейген мүсінге сәйкес келеді, яғни атап өттік жаңағы еңкіш дене бітімі. Екіншісі ол тепе-тең R әрпімен белгіленген суреттегі осанкалар кеуде мен бел омыртқасының иілуі бірдей. Жетінші мойын омыртқасынан түскен вертикал бел нүктесінің үстінен немесе жанынан өтеді. Иілу дәрежесіне қарай 3 түрі бар. Атап өттік R1, R2, R3. R2 тігін саласында ол нормалық осанка деп аталады. Үшінші кешен лордоздық. Бұл жаңағы L әрпімен белгіленген. Бел омыртқасының иілісі күштірек, кеуде бөлімі әлсіз, жетінші мойын омыртқасынан түскен вертикаль бел нүктесінің артынан өтеді. Иілу дәрежесіне қарай 3 түрі бар екен. L1, L2, L3. L3 ол әтеш осанкасы деп те аталады екен. Валянскийдің классификациясы осанканы тек сыртқы көрініс бойынша емес, оның функционалдылық, биомеханикалық және де морфологиялық ерекшеліктерін ескере отырып бағалайтын тұтас жүйе. Валянский жүйесі бойынша осанка 3 деңгейде бағаланады. Статистикалық сипаттамалар негізінде, яғни дененің қалай тұратыны арқылы, келесі динамикалық сипаттамалар арқылы, яғни жүру, отыру кезіндегі қалпы бойынша, және де үшінші морфологиялық ерекшеліктері бойынша, яғни омыртқа иілімдері, кеуде формасы, бұлшықет тонысы арқылы. Сондықтан Валянский жіктемесі тек тура деген қарапайым бағалар емес, ол кең биомеханикалық жүйе. Валянский жүйесінің ерекшелігі ол денені функционалды және де морфологиялық тұрғыдан бірге бағалайды, жеңіл ауытқуды және де патологиялық бұзылыстарды нақты ажыратады. Балалар мен жасөспірімдегі пастуральды өзгерістерді анықтауда өте тиімді болып табылады. Сонымен қоса, бұл антропометрия, педагогика және де спорттағы түзету жұмыстарында жиі қолданылады екен. Жалпы Валянскийдің бағалау индикаторлары осанканы бағалау 5 жазықтық бойынша жүргізіледі. Ол сагитальды, яғни бүйірден, фронтальды, яғни алдынан, горизонтальды, үстінен, арқа бұлшықет тонысы арқылы және де кеуде қуысының кеңдігі мен қозғалуы арқылы. Осанканың нақты критерийлары құлақ, иық, жамбас, тізе, табан, вертикаль сызықта болуы, жауырындардың симметриялы болуы, бел үшбұрыштардың бірдейлілігі, жамбас горизонталь болуы және де аяқ тірегінің дұрыс орналасуы. Осы арқылы Валянский әдісі өте дәл нәтиже береді. Жалпы бұл классификация не үшін маңызды? Ол киім конструкциясында силуетті дұрыс таңдауға, антропометриялық жобалауда, балалар дене дамуын бақылауға және де сколиоздің ерте диагностикасына, сонымен қоса спорттық жүктеме таңдауға өте маңызды. Лордоздық осанкаға тоқтала кетейік. Лордоздық немесе перегибистая осанка орысша омыртқаның бел бөлімі шамадан тыс ішке қарай иірілген кезде пайда болатын арқа пішіні. Бұл тип ересектерде және үлкен жастағы жасөспірімдерде сирек кездеседі. Көбіне балалар мен жасөспірімдер кезінде байқалады. Швейная терминологияда, яғни тігін өндірісінің терминологиясында бұл форма перегибистая фигура деп аталады. Арқаның мұндай пішіні белдегі омыртқаның иілімінің күшеюіне, ал кеуде бөлігінің иілуінің азаюына байланысты қалыптасады. Мұндай осанкада дене массасының тепе-теңдігі өзгеріп, тұлға визуалды түрде артқа шегініп тұрғандай көрінуі мүмкін. Келесі Котляр бойынша осанка классификациясы және нормаға сай осанка. Тігін өнеркәсібінде ең жиі қолданылатын классификация Котляр жүйесі. Бұл жүйе адамның арқа пішінін нақты антропометриялық көрсеткіштерге сүйене отырып бағалайды. Котляр классификациясы 3 негізгі типтен тұрады. Нормалды, жаңағы еңкіш және де артқа қарай қисайған. Әр тип омыртқа иілімдерінің шамасына, кеуде және де бел бөлімдерінің ерекшеліктеріне қарай анықталады. Бұл классификация киім конструкциясын құруда өте маңызды, себебі арқа пішіні киімнің тұлғада отыруына тікелей әсер етеді. Жалпы қалыпты осанка ең теңгерімді табиғи форма. Омыртқа иілімдері қалыпты деңгейде,
арқа түзу, иықтар ашық орналасады. Бұл типте адам денесінің массасы біркелкі бөлінеді, қозғалыс еркіндігі жоғары, ал дене қалыпты физиологиялық жағдайда болады. Негізгі көрсеткіштер ГТ1 4,5 плюс-минус 1,5 см. ГТ2 тең болады 5 плюс-минус 1,5 см. ПК тең болады 6,1 плюс-минус 1,1 см. Бұл көрсеткіштер арқа иілімдерінің теңгерімді екенін дәлелдейді. Еңкейген осанка және арқасы шамадан тыс иілген осанка. Еңкейген осанкада омыртқаның мойын бөлігі шамадан тыс ішке қарай иілген, ал кеуде бөлімі айқын дөңгеленген. Бұл көбіне жұмыс кезінде еңкею, дұрыс отырмау немесе әлсіз арқа бұлшық еттерінен пайда болады. Бұл типте дене алға қарай ықшамдалып тұрғандай көрінгенімен, иықтары жиі алға қарай шығып тұрады. Көрсеткіштер ПК тең 7,2-ден артық болады, ГТ1 3 см-ден кем болады, ГТ2 3,5 см-ден кем болады. Бұл мәндер арқа қисықтығының алға қарай ығысқанын көрсетеді. Арқасы шамадан тыс иілген осанка бел омыртқасының иілуі шектен тыс күшейген, ал кеуде бөліміндегі кифоз азайған түрі. Бұл дене пішімінде адам артқа қарай шалқайған күйде тұрғандай әсер береді. Іш алға қарай шығып тұруы мүмкін, ал арқаның төменгі бөлігі шамадан тыс ойыс болады. Негізгі көрсеткіштер ПК 5-тен кем болады, ГТ1 6 см-ден артық болады, ГТ2 6,5 см-ден артық болады. Бұл көрсеткіштер бел лордозының күшейгенін дәлелдейді. Яғни, осанканың, яғни қалыптың және омыртқаның қисаюы ол біздің күнделікті өмір салтымызға, жаңағы жұмыс барысына, яғни айналысатын істерімізге де қатысты болады екен. Жалпы осанканың қисаюы әдетте дұрыс отырмау салдарынан, жаңағы кеңсе қызметкерлері немесе жаңағы отырып жұмыс жасайтын қызметкерлерде өте жиі кездеседі. Яғни орындықта дұрыс отырмау немесе жаңағы жұмыс үстелінің бойға немесе отыру биіктігіне сәйкес келмеуі дененің жаңағы еңкіштеніп қисаюына әсер етеді екен. Немесе жаңағы компьютермен жұмыс жасайтын адамдарда осы компьютер, яғни жұмыс құралы біздің жаңағы мойын омыртқасының деңгейіне сәйкес келмесе, бас еңкіштеніп, соның салдарынан да омыртқа алға қарай еңкейіп, қисайып тұрады. Келесі бунак бойынша классификацияға тоқтала кетейік. Жалпы сипаттама беріп, бунак адамның арқа пішінін 5 негізгі типке бөледі. Яғни алдыңғы типтерде 3 негізгі типке бөлсе, бунак 5 негізгі типке бөледі. Бұл классификация антропологиялық зерттеулерге негізделген және адамның физиологиялық ерекшеліктерін терең сипаттайды. Бунак жүйесі омыртқа иілімдерінің даму деңгейін салыстыра отырып, әр тұлғаның жеке морфологиялық ерекшеліктерін бағалауға мүмкіндік береді. Бұл классификация тігін өндірісінде де, медицинада да жиі қолданылады. Келесі бунак бойынша 5 типке тоқтала кетейік. Бірінші тип ол нормальды тип. Омыртқаның барлық иілімдері біркелкі дамыған, дененің жалпы тепе-теңдігі дұрыс сақталған. Екінші тип түзу, мойын және де бел бөлігіндегі лордоз азайған, арқа түзуге жақын, табиғи иілімдері әлсіз байқалады. Үшінші тип еңкіш тип, мойын лордозы күшейген, белдің иілуі керісінше азайған, арқа дөңгеленіп, тұлға алға қарай еңкейген күйде көрінеді. Төртінші тип лордоздық тип, мойын лордозы әлсіз, ал бел лордозы керісінше өте айқын, дененің төменгі бөлігі айқын иілген. Бесінші тип ол кифоздық тип, мойын және бел лордоздары күшейген, кеуде кифозы азайған, анық көрінеді, жауырын аймағы артқа шығып тұрады, ал арқа дөңгеленген күйде болады.
жетінші мойын омыртқасы негізгі жаңағы ориентир. Бұл омыртқа арқа өлшемдерін алуда ең маңызды нүкте. Ол адам басын еңкейткен кезде анық көрінеді. Осы нүктеден келесі өлшемдер алынады. ПК, ДТС, ОШ, ВШТ, ВГ, ДТП. Бұл өлшемдер арқа ұзындығы мен иілімін дәл анықтауға мүмкіндік береді. Осымен негізгі дәрісіміз аяқталды. Құрметті білім алушылар, келесі бақылау сұрақтарына жауап бере кетулеріңізді сұраймын. Осанка деген не және ол қандай көрсеткіштер арқылы сипатталады? Валианский бойынша осанканың негізгі кешендерін атаңыз. Еңкейген және шамадан тыс иілген осанканың қандай айырмашылық белгілері бар? Омыртқа сызығы бойынша өлшем алу кезінде қандай нүктелер қолданылады? Котляр мен Бунак классификацияларының айырмашылықтарын түсіндіріңіз. Дәрісті құрастыру барысында келесідей әдебиеттер қолданылды. Былғары бұйымдарын құрастырудың антропологиялық және биомеханикалық негіздері, сырт киім құрастыру және де түрлі материалдардан киім дайындаудың конструкциясы және де технологиясы. Киім дайындау технологиясы. Құрметті білім алушылар, сонымен бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Құлақ түріп тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.